досында мощный болды, қараш. Былай келсек, мынаның төбесін сауна олайық та. Астын ночной клуб қыламыз. Қалай? Дерзко. Жастардың бәрі осында ғой. Мына ар жақ бөлмесіне боди массаж ашу керек. Сонда әдемі кетеді. Ана как раз ана бөлмеге. Жүрсеңдер ішке кірейік. Кірейік кет. Алло? Алло, Махамбет мырза. Иә? Кешіріңіз, сіздің екі досыңыз кеше жол апатынан қаза тапты. А? Төбесін сауна олайық та. Астын ночной клуб қыламыз. Қалай? Жастардың бәрі осында ғой. Мына бұрышына бір боди массаж ашып қоюға дейсің. Олап, ана жақтан бөлмеге. Ассалаумалейкум аға. Уалейкум ассалам. Мына ғимаратыңыз сатылмай ма екен аға? Не үшін керек сендерге? Біздің жоба өте ыңғайлы ғимарат екен. Біздің инфақ деген жобамыз бар. Имамдар мен ұстаздар алынған қызметтік баспана саламыз. Мына ұстаздарымыз пәтердің ақшасын уайымдамай, емін еркін халыққа сабағын берсе екен деген ниетіміз бар. Міне бауырым, бақ ғимараттың қағаздары. О, рахмет аға. Қанша екен ағасы? Халық болып жинап береміз бәрін. Жоқ, бұл тегін сендерге. Тегін? Қалай аға? Неге олай? Жақында менің екі бауырым бақилық болған. Сауабын соған бағыштасаңдар болды. Аға, Алла разы болсын көптің. Рахмет. Осы жерде бір асхана болса дейміз, осы жерде. Сондықтан мен берген ризықтан жұмсаңдар, біреулеріңе өлім келмей тұрғанда дейді. Егер жұмсамай өлім келіп қалса не болады онда Раббымыз? Онда ол айтады дейді. Раббым, ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба? Қараңыз, осы нәрседен сақтасын да баршамызды. Ғұмырымды сәл кешіктіре тұрмадың ба? Өкіртіп өмір бақи берер едім садақаны деп айтады екенбіз да біз өлім сәтінде. Ажалым келді ма, кешіктірмеймін дейді. Мерзім аяқталды, мүмкіндік бітті. Енді осы күйіңде қайтасың Алла Тағала болды. Үлгергеніңді үлгердің, үлгермей қалғаныңды үлгермей қалдың.